Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы Г дыбысы мен әрпі. Аналарға сыйлайтын, аралар бал жинайтын, бұл немене балалар, үзуге адам қимайтын. Яғни балалар, біз анамызға сыйлаймыз, аралар одан бал жинайды. Бұл не екен балалар? Әрине, суретке қараймыз, ол гүл. Гүл сөзі қай дыбыстан басталады? Бәріміз бірге айтамыз. Дұрыс. Г. 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 Жарайсыңдар. Г дыбысы балалар дауыссыз дыбыс. Дауыссыз дыбысты біз көк түспен бояймыз. Келесі Г дыбысының жазбаша үлгісіне назар аудар. Балалар, жазбаша бас әрпі екі элементтен тұрады. Міне бірінші элементі және қалпақша екінші элементі. Кіші әрпі бір элементтен тұрады. Кіші әрпі міне аяғы бар, яғни ілгекшеден тұрады. Балалар, сендер бұны қай әріпке ұқсатып отырсыңдар? Әрине, Г әрпіне ұқсайды. Г әрпінде белбеуі болатын, ал Г әрпінде белбеуі жоқ. Яғни Г-ға белбеу жазбаймыз. Балалар, Г дауыссыз дыбыс. Г-ны көк түспен бояймыз. Г әрпіне ұқсайды. Келесі, Г әрпі сөздің басында және ортасында кездеседі. Гүл сөзінде Г әрпі сөздің басында кездесіп тұр. Келесі, шеге сөзінде ортасында кездесіп тұр. Келесі, балалар, мына жердегі буындарды айтамыз. Яғни Г әрпіне біз дауысты дыбыстарды қосу арқылы буын жасап оқимыз. Г мен А-ны қосамыз. Га, га. Келесі, Г мен У қосамыз. Гу, гу. Г мен У қосамыз. Го, го. Жарайсыңдар. Мұндағы тапсырмаға мұқият назар аударыңдар балалар. Г дыбысы сөздің қай бөлігінде екенін тауып бояймыз. Бірінші сурет гүл. Гүл сөзінде әрине Г сөздің басында тұр. Келесі сегіз. Сегіз сөзінде Г дыбысы сөздің ортасында кездесіп тұр. Оны біз сөздің ортасын деп белгілеп қоямыз. Келесі шеге. Шеге сөзінде сөздің ортасында кездесіп тұр. Рахмет балалар көмектеріңе. Келесі тапсырмаға көшейік. Балалар, өзгеріске ұшыраған дыбысты тап. Мен қазір сендерге сөз оқитын боламын, ал ол жердегі қай дыбыс өзгеріске ұшырағанын маған айтатын боласыңдар. Шелек, шелегі, өрік, өрігі, көмек, көмегі, бөрік, бөрігі. Балалар, не байқадыңдар? Әрине, мұндағы К дыбысы мұнда Г болып өзгеріске ұшырады. Яғни К дыбысынан кейін дауысты дыбыс келетін болса, ол балалар бізде Г болып өзгеріске ұшырайды екен.
Мұны есіңде сақта. Келесі Г дыбысы қай үйдің тұрғыны? Әрине, Г дыбысы дауыссыз дыбыс. Ол көк үйдің тұрғыны. Сұрақ жауап айдары. Балалар, бүгін қай әріппен таныстық? Ол дауыссыз ба? Әрине, бүгін біз Г дыбысымен таныстық. Ол дауыссыз дыбыс. Екінші, құрамында Г дыбысы бар қандай сөздерді білесің? Қане есімізге түсірейік, балалар. Қандай сөздерде Г дыбысы естіледі? Г гитара, Г гүл, кереге, өшіргіш. Жақсы, өзің тағы да ойланып табарсың. Үшінші сұрақ, аптаның 5-ші күнін ата. Балалар, аптаның 5-ші күнін есімізге түсіру үшін біз барлық апта күндерін айтайық. Бірінші күн дүйсенбі, екінші күн сейсенбі, үшінші күн сәрсенбі, төртінші күн бейсенбі, бесінші күн жұма. Сонда балалар 5-ші күні бізде жұма болды. Алтыншы күн сенбі, жетінші күн жексенбі. Жарайсыңдар. Келесі жұмадан кейін келетін қай күн? Жұмадан кейін сенбі келеді. Жарайсыңдар. Келесі көгершін сөзінде неше буын бар? Қане балалар, бәріміз бірге буынға бөлейік. Көгершін. Неше буын шықты? Әрине 3 буын. Жақсы. Үй жануарларын ата. Қане балалар, үй жануарларын есімізге түсірейік. Біз алдыңғы сабақтарда үй жануарларын өткен болатынбыз. Қане есімізге түсіріп айтайық. Сиыр, түйе, жылқы, ешкі, қой. Жарайсыңдар. Жақсы. Келесі сұрақ, жуан дауысты дыбыстарды ата. Балалар, алдыңғы сабақта біз жуан дауысты дыбыстарды жазған болатынбыз. Қане оларды есімізге түсіріп айтайық. А, о, о. Неге оларды жуан дауысты дыбыстар деп айтаймыз? Әрине, өйткені олар жуан айтылады. Жақсы. Келесі, Қазақстан Республикасының рәміздерін ата. Әрине, сен оны білесің. Қане бірге атайық. Ту, елтаңба, әнұран. Жарайсың. Жақсы. Балалар, үй тапсырмасы. Бірінші, Г әріпін дәптеріңе жаз. Екінші, сөздерді дәптеріңе көшіріп жаз. Мен балалар апта күндерін жазып қойдым. Сол апта күндерін көркем әдемі етіп дәптерге көшіріп жазасың. Үшінші, сауат ашу оқулықтағы 9-шы сабақты оқу. Төртінші тапсырма. Жануарлардың төлдерін жаз. Балалар, мұнда бізге жануарлардың атаулары берілген. Оның қасына біз төлдерін жазамыз. Бірінші жануар сиыр. Сиырдың төлі бұзау. Жылқы. Жылқының төлі құлын. Келесі түйе. Түйенің төлі бота. Келесі қой. Қойдың төлі қозы. Рахмет, балалар. Рахмет, осымен сабақ аяқталды. Күніңе сәттілік. Сау болыңыздар, балалар.